Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бірге 2009 жылы шыққан «Ниндзя» атты керемет фильмнің сюжетін талдаймыз. Ерте заманда Жапонияда ниндзюцу өнерін жетік меңгерген және өздерін жеңілмес еткен қару-жарағы бар жауынгерлер өмір сүрген. Тіпті 17 ғасырда ниндзяларға заңмен тыйым салынса да, олардың салт-дәстүрлері мен қару-жарақтары біздің заманымызға дейін ұрпақтан-ұрпаққа беріліп келді. Сенсей Такеда өзінің доджосында ежелгі ниндзюцу өнерін меңгергісі келетін, рухы мен тәні мықты адамдарды жаттықтырады. Оның шәкірттерінің арасында ерекше көзге түсетін өте дарынды жауынгер Кейси Боумен. Кейси кішкентай кезінде тұл жетім қалғанда, оны сенсей өз қамқорлығына алған болатын. Кейсимен бірге иық тіресе сенсейдің қызы Намикада жаттығады. Шебердің ниндзяның санасы әрқашан сергек әрі ашық болуы керек деген сөзіне қарамастан, бұл екеуінің бір-біріне деген сезімі айқын байқалады. Сонымен қатар, Такеда өзінің доджосында көрінбейтін қаншерлердің костюмі мен қару-жарағынан тұратын, аңыз бойынша иесіне керемет құдірет сыйлайтын Иорайбитсу атты көне артефактіні сақтап келеді. Сенсей ниндзя өз қолында өмір мен өлімді ұстап тұрады деп қайталағанды жақсы көреді. Бірақ Такеда есейіп, қартайып қалды. Сондықтан жақын арада ол доджоны басқаруды және Иорайбитсуды өзінің шәкірттерінің біріне табыстауы керек. Сенсей ең үздік екі жауынгер, Кейси мен Масадзуканың бірін таңдағалы отыр. Масадзука өте тәкаппар, ол өзін Кейсиден әлдеқайда жоғары санайды. Ал жігіттің Намикамен қарым-қатынасы үміткердің ызасын одан сайын тудырады. Қос жауынгер де өздерінің бүкіл әлеуетін ашуға тырысып, жанталаса жаттығады. Іші тар, зұлым Масадзука қарсыласының шамына тию үшін, оған шетелдік екенін және ата-анасы оны кішкентай мысық құсатып көшеге лақтырып кеткенін үнемі есіне салып отырады. Сенсей Кейси мен Масадзукаға ағаш қылыштармен жаттығу жекпе-жегіне шығуды бұйырғанда, жапондық өзін ұстай алмай, бақылаудан мүлдем шығып кетеді. Олай қарсыласына ашумен тап беріп, соңында нағыз катананы алып, жігітті өлтіруге әрекет жасайды. Бірақ бағына орай, Кейси жаудың шабуылына тойтарыс беріп қана қоймай, оның бетінде үлкен тыртық қалдырады. Ережені өрескел бұзған үшін Такеда Масадзуканы доджодан қуып жібереді. Ал ол болса өзін ренжіткендерден аяусыз кек алу үшін қайтып оралуға уәде береді. Бірнеше жылдан кейін Нью-Йорктегі Temple Industries зауытында Сахина атты құдіретті құпия ұйым өз қатарына жаңа мүшелерді қабылдайды. Олардың әрқайсысының кеудесіне ұйымның таңбасы күйдіріліп басылады. Дәл осы уақытта Владивостокта бетперде киген ер адам Сахинаның жолын кескен ресейлік екі мұнай магнатын өлтіріп кетеді. Бұл көрінбейтін қаншер өздерінің лас істері үшін Сахина ұйымы жалдаған Масадзука болып шығады. Бірнеше күннен кейін Такеда доджоны басқарып, Иорайбитсуды қорғайтын ең лайықты шәкіртті таңдау үшін барлық шәкірттерін жинайды. Сол сәтте үміткерлердің ішіндегі ең лайықтысы ретінде жаңа соке болуға тиіспін деп өзіне сенімді Масадзука кенеттен пайда болады. Әрине, сенсей бұл шақырылмаған қонақтың қаншалықты қатыгез әрі тәкаппар екенін білетіндіктен оған бас тартады. Масадзука бәрі бұл істеріне әлі өкінетінін айтып айғайлайды да кетіп қалады. Ал сенсей Кейси мен Намикоға құнды артефактіні қорғауды тапсырады. Жігіт пен қыз артефактіні Нью-Йоркке жеткізеді. Ол жерде оларды сенсейдің досы, профессор Пол Гаррисон қарсы алып, Иорайбитсуды өзі жұмыс істейтін университеттің қоймасына орналастыруға көмектеседі. Профессор қымбатты қонақтарды алғашқы уақытта өз үйінде тұруға шақырады. Сол жерде Кейси ата-анасынан қалай айырылғанын және қайырымды сенсейдің арқасында осы доджоға қалай тап болғанын айтып береді. Түн жамылып Масадзука доджоға жасырын кіріп, өзінің өткір жүзімен жауынгерлерді бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Шәкірттердің көзін жойған соң, зұлым Такеданы тауып алып, Иорайбитсуды беруді талап етеді. Бірақ бас тарту жауабын алғаннан кейін, онымен жекпе-жекке түседі. Масадзука адал күресте құдіретті ұстазын жеңе алмайтынын түсінеді. Содан соң зұлым барлық шамдарды өшіріп, тас қараңғыда сенсейдің мойнына уланған дротик атады. Масадзука оуға қарсы дәріні беру үшін артефактіні қайтадан талап етеді. Бірақ Такеда өзінің ең үздік шәкірттерінің бірі зұлымдық жолын таңдағанына тек өкініш білдіреді. Бұған ызаланған жігіт қарттың басын шауып тастайды. Масадзука өлтірілген сенсейдің телефонына Валгарис қоңырау шалып жатқанын байқайды. Ол артефактінің Нью-Йоркке жөнелтілгенін түсініп, Сахина ұйымының жендеттерінен профессорды табуды сұрайды. Осы уақытта Кейси өзінің анасын іздеп тапқысы келеді. Бала кезінде өзін тастап кеткеніне қарамастан, ол анасының қайтыс болғанын өкінішпен біледі. Анасы бірнеше ай бұрын дүниеден өткен екен. Кейси профессордың үйіне қайтып оралып, Намикоға бұл қайғылы хабарды жеткізеді. Сол сәтте кенеттен Сахина ұйымының қарулы сойқандары пайда болып, профессор мен оның жақындарын өлтіріп тастайды. Содан кейін олар Кейси мен Намиконың да көзін жоймақшы болады. Бақытқа орай, жауынгер барлық жауларын жеңіп шығады.
Осыдан кейін ол Намикомен бірге қауіпті үйден қашып шығып, уақытша баспана табады. Көп ұзамай Кейси мен оның серігі жаңалықтардан бірнеше куәгердің оларды Гаррисонның үйінен көргенін, және қазір полиция оларды профессор мен оның отбасын өлтірді деген басты күдікті ретінде іздестіріп жатқанын таңғала естиді. Кейси полицияға баруға болмайтынын түсінеді. Дегенмен Масадзука жеткенше Иорайбицуды басқа қауіпсіз жерге тығып үлгеру керек еді. Таңертең оянған Кейси қасынан Намиконы таппайды. Жігіт дереу көшеге жүгіріп шығып, серігінің таяу маңдағы дәмханадан кофе сатып алып жатқанын көреді. Бірақ мекеме қожайыны кісі өлтірді деп айыпталған күдіктілерді танып қойып, тиісті жерге хабарлап үлгерген еді. Бірнеше сәттен кейін Сахинаның жендеттері жетіп келіп, Кейси мен Намикоға айқаса жүріп сыртқа шығуға тура келеді. Сыртта бұзақыларға қаруланған тағы бір топ сыбайластары қосылады. Сондықтан екеуі жақын маңдағы метро станциясына барып, қалың жұрттың арасына сіңіп етуді жөн көреді. Бандиттер оларды метро вагонының ішінде қуып жетеді, бірақ Кейси Намиконың көмегімен олардың құтырған шабуылына тойтарыс береді. Олар келесі станциядан түсіп қалғанда, алдарынан бірнеше полицей шығып, оларды қоршауға алады да, көп ұзамай полиция бөлімшесіне жеткізеді. Кейси мен Намика полицейлерге Масадзука мен оның жалдамалы жендеттері туралы айтып береді, бірақ офицерлер бұл күдікті жұпқа сенбейді. Дәл осы уақытта Масадзука Сахина ұйымының жиналысына келіп, басшылардың көзінше олардың бір содырын суыққандылықпен өлтіріп тастайды. Ол өзінің жолын кеспек болған кез келген адамның тағдыры осылай аяқталатынын ескертеді. Кейінірек Масадзука өзін Намиконың адвокаты ретінде таныстырып, полиция бөлімшесіне кіріп алады да, бүкіл ғимараттың электр жарығын өшіріп тастайды. Полицейлер Кейсиді тергеу бөлмесіндегі үстелге кісендеп қалдырып, сыртта не болғанын анықтау үшін шығып кетеді. Тас қараңғыда зұлым полицейлерді, соның ішінде Намиконы алып бара жатқандарды да бірінен соң бірін өлтіре бастайды. Кейси кісеннен босап шығып, дәлізге жүгіріп барады, және соңғы сәтте өзін тергеген детективті Масадзуканың шабуылынан аман алып қалады. Зұлым Намиконы есінен тандырып, онымен бірге қараңғылыққа сіңіп ғайып болады. Детектив Кейсиге өмірін құтқарған үшін алғыс айтып, оған қаншердің соңынан түсуге рұқсат береді. Осы уақытта Масадзука Намиконы өзінің жасырын орнына жеткізіп, бойжеткеннің әкесін өлтіргенін мойындайды және одан артефактының қайда тығылғанын айтуды талап етеді. Ал Кейси болса өздерін ұстап берген дәмхана қожайынын қорқытып, ұйым басшыларының Temple Industry зауытында екенін біліп алады. Жігіт зауытқа жасырын кіріп, өзіне тап берген бұзақылардың көзін жояды да, басшысын кепілге алады. Сол адамнан Масадзуканың телефон нөмірін біліп алған Кейси, зұлым мен Намиконың өмірін Иорайбицуға айырбастау туралы келіседі. Кейси көне артефакты салынған жәшікті ашады. Көлеңке жауынгерлерінің костюмін киіп, қару-жарағымен жабдықталу үшін. Дәл осы уақытта Сахина ұйымының басшысы Масадзука мен Кейсиден бір уақытта құтылуды ұйғарып, өз содырларына қос жауынгерді де өлтіруді бұйырады. Кейси Масадзуканың алдына Иорайбицу костюмін киіп шығады. Бұны көрген зұлым ызаға булығып, жігітке тап бермекші болады. Бірақ кенеттен Сахинаның жалдамалы жендеттері пайда болады. Осылайша байырғы қарсыластарға өз араларындағы жекпе-жекті тоқтата тұрып, оларға қарсы шайқасуға тура келеді. Бұл ұрысқа Намико да қосылып, үш жауынгер Сахинаның барлық содырларының көзін тез арада жояды. Енді Кейси мен Масадзука ақыры өзара есептерін айыра алатын сәт туды. Зұлым қарсыласының ызасын тудыру үшін Намиконың мойнына уланған дротик атады және тура Кейсидің көзінше оға қарсы жалғыз құтыны сындырып тастайды. Жігіт қатты ашуланып, арам пиғылды Масадзукаға бас салады. Екеуі ұзақ уақыт бойы бір-біріне жойқын соққылар бағыттап, тең дәрежеде айқасады. Масадзука ниндзялардың құпия техникасын қолданып қарсыласына көрінбейтін болып кетеді. Сол сәтте Кейси көзін жұмып, жауды тұтқиылдан ұстау үшін өзінің ерекше өткір есту қабілетіне сүйенеді де, оны өлімші соққымен тесіп өтеді. Жігіт өлім аузында жатқан Намикоға қарай ұмтылады. Бағына орай, ол сенсейдің ниндзя өз қолында өмір мен өлімді ұстап тұрады деген сөзін уақытында есіне түсіреді. Ол қылыштың сабынан оға қарсы дәріні тауып алып, бойжеткеннің өмірін құтқарып қалады. Детектив Кейси мен Намиконың қаладан байқатпай кетіп қалуына рұқсат береді. Осыдан кейін екеуі Жапонияға қайта оралады. Жұп қаза тапқан сенсейдің аруағына тағзым етіп, оның өмірлік ісін жалғастыруды, құдіретті артефактіні қорғап, Кога доджосында жаңа шәкірттерді жаттықтыруды ұйғарады. Сізге ниндзя киносы ұнады ма? Пікір қалдырып, ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше.